Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Талдықорған қаласы дарынды балаларға арналған номер 20 лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Балтабаева Шынар Айтқалиқызы сіздермен қазақ тілі мен әдебиеті сабағында онлайн сервис көмегімен инфографика жасау әдісімен бөліскім келеді. Ол үшін интернеттен Easly бағдарламасын тауып, электронды пошта арқылы тіркелу қажет. Сіздердің көріп отырғандарыңыз менің сабақтарым жүктелген парақшам. Сіздерге түсінікті болу үшін қосу батырмасын басу арқылы мысал ретінде бір көрнекілік жасап көрейік. Бұл бағдарламаның қолайлығы әртүрлі тақырыпқа байланысты түрлі шаблондар берілген. Мысал, тамақтану. Бұл жерде осы дұрыс тамақтану тақырыбына байланысты тақырыбын өзгертсеңіздер болады. Барлық мәлімет бір бетте сығымдалған, ыңғайлы беріледі. Жазуларын өзгертуге болады. Сонымен қатар фонды өзгерте аламыз. Түрлі нысандар беріледі. Табиғатқа байланысты, мысалы, Алтын емел ұлттық саябағында деп алатын болсақ, тақырыпқа қатысты керекті мысалы ағаштың түрлерін алып қоюымызға болады. Сонымен қатар өз компьютеріміздегі суреттерді де сақтай аламыз. Суретіміз жүктелуде. Суреттерімізді де бетке орналастыра аламыз. Сонымен қатар сызба бағыттар арқылы көрсетуімізге де болады. Мен орыс сыныптарында сабақ беретіндіктен, бұл кіші сыныптар үшін жаңа сөздерді жаттауға, сонымен қатар жаңа сөздерді есте сақтауға ықпал етеді. Тақырыпты жазғаннан кейін гиперссылка арқылы YouTube'тан видео сілтемесін де көрсете аламыз. Осылай сақталған жасаған көрнекілігімізді сақтаймыз. Сақталған көрнекілігіміз бастапқы бетте сақталады. Міне алдымызға бірінші болып көрінді. Енді осы жасалған көрнекілікті
Facebook арқылы немесе түрлі мессенджерлерге сілтемесін көрсету арқылы бөлісе аламыз. Онлайн сервис көмегімен инфографика жасау маған ұнайды. Себебі қысқа мерзімде дайын болады, өте ыңғайлы. Онлайн сервис көмегімен инфографика жасау әдісінің тиімді жақтары. Әртүрлі тақырыптарда дайын шаблон берілген, тақырыптың мазмұнын ашуға бағытталған түрлі нысандардың болуы, қысқа мерзімде дайындауға болады, қолдануға өте ыңғайлы. Орыс сыныптарын оқытуда жаңа сөздерді көрнекілік арқылы игертудің тиімді жолы, оқушылардың функционалдық сауаттылығын жақсартуға көмектеседі. Олай болса, сіздерге де өз сабақтарыңызда инфографика әдісін қолдануды ұсынамын. Назарларыңызға рахмет.